Енемдей болуға тырысамын. Мен бір үйдің кенжесімін. Кенже болғаннан кейін еркелеу әрі еркінде өскенім рас. Содан болар, бойжеткен кезінде кейбір жігіттер менің өткір мінезімнен қорқып, ішкі сезімдерін білдіре алмай жататын. Ал болашақ жарым Елдос менің осы мінезімді қызық көретін. Ол мені алғаш көргенде-ақ сүйіп қалғанын айтқан болатын. Бірақ мен болашақ жарымды қиялымда басқаша елестететін едім. Өзім ұзын бойлы, ақ құба әдемі қыз болғандықтан жарым да келісті, тұлғалы жігіт болса деп армандайтынмын. Елдоспен бірге киноға, би кештеріне бірге барсам да, оған жай дос ретінде қарайтынмын. Алайда Елдос маған сүйетінін айтудан жалықпады. Күндер өте келе мен оған бауыр басып кеттім. Қиялдағы ұзын бойлы, кең иықты жігіт те бірте-бірте алыстай берді. Бүгінде мен өзімді шын сүйген сол жігіттің жарымын. Екі ұл, бір қыздың анасымын. Әрине, алғашқы кезде барлық жас отбасыларда кездесетін қиыншылық бізді де айналып өтпеді. Жас болған соң бір-бірімізді түсініспеушілікті, қызғаныш сезімін бастан кешірдік. Алайда біз қатты кетпедік. Өйткені бізді сабырға шақырып, ашуымызды ақылға жеңдіріп отыратын ата-енем бар. Мен ата-енемді өте қатты қадірлеп, құрметтеймін. Ыдыс-аяқтың сылдырын ести енем бізге барға да жоққа да қанағат етіңдер. Төзімді адам ғана шын бақытқа қол жеткізеді, сыйласып, өмір сүруді үйреніңдер деп отыратын. Сосын үйде үлкен кісілер болған соң көп нәрседен аяғыңды да тіліңді де тартады екенсің. Өз басым дәл қазіргідей бақытты отбасылардың бірі болып отырғаным атам мен енемнің арқасы деп білемін. Ол кісілер 10 ұл қыз тәрбиелеп өсірген ардақты жандар. Елдос та үйінің кенжесі. Мен еркеліктің жөні осы екен деп шектен шығып кеткенім жоқ. Елдостың кейбір ерке қылықтарын көріп, өзімді түзеуге тырыстым. Қара шаңырақтың бар жұмысын қолымнан келгенше дөңгелетіп әкетуге тырысып жүрмін. Осындай өнегелі, үлкен әулетке келін болып түскеніме де ризамын. Үлкен үйден тараған барлығымыздың басымыз қосылса, кішігірім тойға жиналғандай боламыз. Ата-енемнің бір артықшылығы менен басқа 4 келінін бір-бірінен кем көрмейді, немерелерін де алаламайды. Бәріне қамқор көңілдерін білдіріп, алғыстарын жаудырып отырады. Енем кейбір енелер сияқты келіндерін де еш жамандамайды. Көңіліне жақпайтын қылығын байқаса, тек өзіне айтады. Жақсы істеріне қуанып, батасын береді. Келін ененің топырағынан жаралған деген сөзде бекер айтылмағандай. Біз 5 келін енемізден жақсы тәлім тәрбие алдық. Өзара тату тұрамыз. Себебі біздің енеміз бізді алаламай, өз қызындай көреді. Әрине, қара шаңырақта тұрғаннан кейін менің атқаратын ісім өзгелерден сәл ауырлау, ата-енеме барынша қамқорлық жасау, үлкен үйді күту, қонақтарды қабақ шытпай қарсы алу, барымызды беріп шығарып салу маған жүктелген. Алайда мен бұларды күліп ойнап жүріп атқарамын, өйткені ата-енемнің жылы қабағы, қарағым, сәулем, айналайын деген сөздері мені еш шаршатпайды. Оның үстіне жанымда Елдостай әйел жүрегін түсінетін жарым бар. Бір сөзбен айтқанда мен нағыз бақытты жанмын. Кейде кейбір келіншектердің күйеуінен, енесінен қорлық көріп жүргендерін естігенде жағамды ұстаймын. Осы адамдар азғана ғұмырында неге сыйыспай ұрсады екен? Болмашы нәрседен кикілжің шығарып, отбасының берекесін кетіріп отыратын ене мен келіндер қаншама. Меніңше қазір көп адамда мейірім жетіспейтін секілді. Мәселен, менің енем жүрегі өте кең, мейірімді жан. Ол сол мейіріммен ақ 5 келінін өз қызындай көріп, өзін сыйлатып отыр. Мен де болашақта тура өз енем сияқты болғым келеді. Бұл дүниеде сыйласып ғұмыр кешкенге не жетсін? Әрине, бұл келінге де байланысты деп түсінемін.